кім не десе о десін просто жүрегім босап жатыр да просто. Жаңа таныс қызым екінші тұрмысқа шықты 2 баласымен. Енді екінші күйеуі баласына өз баласындай прям андай күшті қарайды. Мен айтпаймын еңбек жылдан жаман қарайды деп, просто андай еркелету бір все равно басқа күйеуден баланы болғаннан кейін көңілің андай болады да, қарап тұрасың да, балаңа қалай қарайды екен деген сияқты. Каждый затты көңіліме аламын. Өзім де әкесі өскеннен кейін баламды жүрегім қатты ауырады. Прям өзінің әкесі Ерасылдың Алматыда тұрып бір өзінің әкесі осы Алматыда тұрады. Білмеймін, соңғы рет мен араласуларына вообще қарсы емеспін. Наоборот, әкесінің махаббатын алсыншы, хотя бы өзінің әкесін деп ойлаймын да. Бірақ мына тұрған Алматыдан білмеймін, күзде бір рет бір күнге алған. Одан кейін не хабарласпайды, не алмайды, хотя бы бір әкелік мейірім беріп, балаға все равно керек қой қазір мынандай. Енді қазір өсіп келе жатқан кезде Ерасыл барлығын замечать етті. Он никогда ешкімді жамандамайды, ол просто андай көңіл, внимание требовать етіп тұрады, барып құшақтап. Өзі всегда андай неді, любвеобильный балада негізі, ешкімге жаманшылық жоқ қой. Өзімен өзі жүрген. Білмеймін, балама бірдеңке десе мен жүрегім қатты ауырады прям. Алейкум ассалам, қайырлы күн. Бүгін тағы да объектідеміз. Неге десеңіздер, мына шипырдың осы бұрышы қалған еді. Аз ғана жері қалды, сол жерді бітіріп кетейік деп келдік. Сонымен бүгін алла қаласа шипырымыз бітті болады. Күн салқын жақсы болып тұр. Бүгін күшті, керемет ауа райында жігіттермен жұмысымызды аяқтап жатырмыз. Крыша осымен алла қаласа бітті. Ертең бір күн демаламыз. Ертең жұмыс істеген жігіттерді бір демалдырам деп уәде берген өткенде. Сол уәдемде тұрып ертең бір бассейнге барып, демалып, аквапаркке барып деген сияқты ой, жаңа демалыс жасап қайтайық. Балалар бір демалсын. Өйткені қанша күннің астында еңбектеніп үлкен жұмыс жасады. Сол жұмыстарына байланысты жігіттерді бір демалдырам деп уәде берген болады. Одан кейін бізде уже забор қоршау басталады. Осы өзіміздің участогымызды белгілеп қоршап аламыз. Әрмен қарай сол забордың ішінде жүріп жұмыстарымызды бітіре беретін боламыз. Мына жаққа көршілеріміз келген екен. Келесі көршілеріміз келіп, жерін дәлменшақ тазалап, қырып, реттеп қойыпты. Соған қарағанда жақын күндері келіп, бұл кісі де өз үйін бастайтын сияқты. Аллаға шүкір, жан-жағымызда үй көбейіп жатыр. Бұл ең бастысы мен үшін. Сол мына жақтың бәрінде үй міне.